Баршаңызға сәлем. Бүгін домашний лагман жасаймыз. Подливкасын көрсетпей ақ қояйын. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бірақ мен бұл жерде қамырын көрсеткім келіп отыр. Қамырдың илеу техникасын. Қараңыздар, ұнымызды дайындап алдық. Електен өткізіп, тұзды суымызды дайындап алдық салқындау. Ұнымызға шетінен құйып отырамыз. Одан осылай үгітеміз қолымызбен, екі алақанымызбен сықылап отырып, осылай қамырымызды дайындаймыз. Қарап тұрсаңыздар, суды құйып тастаған жоқпын бәрін. Аз-аздан тамызып отырып иледім қамырды. Астынан үстіне қарай көтеріп отырып қамырды илейміз. Алақанымызға сықылап жіберсек те болады. Енді мінекей өзі керекті суды ғана алды. Қатты қылып илейміз қамырды. Сол кезде доп-домалақ әдемі болып піседі қамырымыз. Қамырды илеп қойғаннан кейін тындырамыз. Ортасында 2-3 рет қамырымызды осылай илеп алу керек. Міне бір иледім, осылай 2-3 рет илеп қоямыз. Сол кезде қамыр әдемі болып тынып тұрады. Қамырымызды 40-60 граммнан бөліп аламыз. Осылай табағымызға кішкене соусын құрап қойып қоямыз, май жағып. Одан осылай жақсылап ұрып аламыз. Сол кезде өзі-ақ созыла береді. Бір жері қалың, бір жері жұқа болмайды. Бір келкі болып созылады. Осындай техникамен нан илеп көріңіздер. Өте дәмді болды. Қараңыздар, ендігі кезекте мен сіздерге подливкасын жасауды көрсетемін. Өте дәмді болады. Қарап тұрсаңыздар, бір келкі барлық жері. Бір жері қалың, бір жері жіңішке емес. Негізі жаңағы қамырды илегенде сол техникамен істесеңіздер өте керемет болып шығады. Қамыр піскеннен кейін сұйық майымен ғана майлаңыздар, суық суға салмаңыздар.